Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қазақ тілі пәнінен 13-ші қоңыраушамен таныс боламыз. Әдетшегіше тақырыбымыз мәтін және оның түрлері. Біз бұрын осы тақырыптар түгел өткен болатынбыз. Алдынан бері қарай мәтіннің 3 түрі бар дедік, соларға тоқтала кетейік. Мәтіннің түрлері әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні және пайымдау мәтіні. Біздер мәтінді оқу арқылы оның қай түріне жататынын анықтай аламыз. Және мәтіннің тағы да стильдері бар дедік. Мәтіннің екі түрлі стилі бар: ғылыми стиль және көркем мәтіндегі стиль. Осыларды қайталау үшін біздерге 3 жаттығу берілген, 49-шы және 50-51-шы 3 жаттығу берілген. Қазір соларға тоқтала кетейік. Мінекей, біздің оқулығымызда 30-шы бетте 13-ші қоңырауша бар. 49-шы жаттығу мәтінді тыңда дейді. Қазір мен оқып берейін, мұқият тыңдайық. Құмырсқаның пайдасы. Құмырсқа ұйымдасып, жабыла жұмыс істейтін жәндік. Құмырсқалар ұйымшыл келеді. Орманда жүріп адасып кетсеңіз, құмырсқаның елеуіне қарап, бағыт-бағдарды анықтап алуға болады. Өйткені құмырсқалар өз елеуін тек солтүстікке қаратып салады екен. Олар өлген шыбын-шіркейді, басқа да зиянды заттарды жеп, қоршаған ортаны тазартып, табиғатқа көп пайда келтіреді. Сондықтан олардың илеуін бұзбаған, баспаған дұрыс. Қайта оларды қорғау керек. Мінекей, осы мәтін ғылыми мәтін екенін дәлелдеді тұр. Яғни біздер бұның ғылыми мәтін екенін қалай дәлелдейміз? Бұның ішінде ғылыми зерттеулер жүргізген, мысалы ормандағы барлық құмырсқалардың илеуі солтүстікке қарап салатынын, тағы да олардың шыбын-шіркейтіндігі жеп, табиғатқа пайда келтіретіндігі туралы айтылған, яғни зерттелген болғандықтан бұл ғылыми мәтінге жатады. Енді осы жаттығудың мазмұнына, осы жаттығуға қарай отырып, біздер 50-ші жаттығуды жасаймыз. 50-ші жаттығуда балалар сөйлемдердің жалғасын тауып көшіріп жаз делінген. Біздер мына 3 сөйлемнің ар жағын жалғастырып, мәтіннің ішінен тауып, көшіріп, дәптерге әп-әдемі қылып жазамыз. 51-ші жаттығу жазбаймыз, оны тек ауызша орындаймыз. Бізге сөз жұмбақ шешуге берілген 4 сөзден құралған, 4 сөзді жұмбақ шешу арқылы немесе мақалды жалғастыру арқылы таба аламыз. 1 және 2 сөз, бірінші және екінші сөз көлденең тұрған бос төргөздерде орналасу керек, ал 3 пен 4 тігінен тұрған бос төргөздерде орналасу керек. Балалар, дәптерге бүгінгінің жадысыменен, тақырыппенен 50-ші жаттығуды жазасыздар, сосын окей етоске күндегіше жүктейсіздер.